Математикалық сауаттылық бастауыш сынып оқушысының математикалық сауаттылығын қалай қалыптастыруға әрі дамытуға болады. Математикалық сауаттылық бұл адамның қоршаған ортадағы математиканың рөлін анықтауы және түсінуі, дұрыс негізделген математикалық пайымдау жасай алуы, күнделікті өмірде кездесетін математикалық есептерді шешуде математиканы қолдана алуы. Математикалық сауаттылықтың негізгі екі компонентін бөліп көрсетуге болады. Олар іргелі математикалық идеялар және математикалық құзыреттілік. Іргелі математикалық идеялар өзгеріс және қатынас, кеңістік және пішін, белгісіздік және сан сияқты салаларды қамтиды. Математика пәні оқу бағдарламасы іргелі математикалық идеяларды қалыптастыруға бағытталады. Слайдта оқу мақсаттарының мысалдары келтірілген. Математикалық құзыреттілік дағдының үш деңгейі: білімін көрсету, байланыс орнату және пайымдауды қамтиды. Слайдта математикалық құзыреттілік дағдылары білімін көрсету, байланыс орнату, пайымдауды дамытуға бағытталған оқу бағдарламасының оқу мақсаттары ұсынылады. Математика сабағында математикалық құзыреттіліктің қалыптасуы мен дамуына жағдай жасалады. Білімін көрсету, байланыс орнату және пайымдауға берілген тапсырма мысалдарын қарастырайық. Есептің әр сұрағына сәйкес келетін сызбаны анықта. Бірінші бидонда X литр сүт бар, ал екіншісінде одан 4 литр сүт артық. Есепке 2 сұрақ және 2 сызба ұсынылады. Оқушы екінші бидонда қанша литр сүт болған деген сұраққа екінші сызбаның, ал 2 бидонда барлығы қанша сүт бар деген сұраққа бірінші сызбаның сәйкес келетінін анықтайды. Тапсырманы орындау оқушының сызбаларды оқи алатынын және есептің шешімінің оның сұрағына тәуелділігін түсіне алатынын көрсетеді. Берілген есепті шешуде оқушының логикалық ойлауы ғана емес, ауызша есептеу дағдысы да пайдаға асады. Екінші сынып оқушысы 32-ні 2-ге бөлуді әзірге орындай алмайды. Сондықтан бұл есеп екі бірдей санды іріктеу, таңдау әдісімен шығарылады. Оқушы 32-нің 16 мен 16-ның қосындысы екенін анықтайды. Әрі қарай қызыл қораптың массасын есептейді. 34-тен 16-ны азайтқанда 18 килограмм. Соңғы кезеңде 18 бен 18-дің қосындысын есептейді. Жауабы 2 қызыл қораптың массасы 36 килограмм. Заңдылықты табу дағдысы бірінші сыныптан бастап сандардың, фигуралардың, зат топтарының тізбегін құруға бағытталған қарапайым тапсырмалар арқылы қалыптаса бастайды. Тапсырма мазмұны біртіндеп күрделенген сайын дағды дами береді. Слайдта 4-ші сынып тапсырмасының мысалы берілген. Мұнда оқушы бір сан тізбегінен 2 заңдылықты табады. Қызыл түсті сандарды 5-ке, ал жасыл түсті сандарды 3-ке арттыру керек. Шешімді талдап түсіндіруге және түрлі бөлімдерден алған білімді қолдануға берілген тапсырманың тағы бір мысалына назар аударыңыз. Сондай-ақ есептің жауабы мен шешімінің түсіндірмесі де ұсынылған. Келесі қызыл түспен боялған фигураның ауданын есепте тапсырмасы, есептің сызбасы және сандық деректері берілген. Есепті шешудің жоспарын құру үшін оқушы боялған бөліктің ауданы осы үлкен және кіші үшбұрыштардың ауданының айырмасы екенін түсінуі керек. Себебі кіші үшбұрыш үлкенінің ішіне орналасады. Сонда оқушы есептің дұрыс жауабын табады. Математика мазмұнында практикаға бағытталған есептердің орны ерекше. Олар оқушының ақпаратты игеруіне ықпал етеді. Себебі оны орындау барысында нақты оқиға немесе іс-әрекеттермен ассоциация туындайды. Тапсырманың ерекше тұжырымы, өмірмен байланысы оқушының қызығушылығын, білімге құмарлығы мен шығармашылық белсенділігін арттырады. Практикаға бағытталған тапсырмалардың мәнмәтіндері жеке, кәсіби, әлеуметтік және ғылыми болып қарастырылады. Берілген есеп 3-ші сыныпқа арналады. Есептің сұрағына жауап беру үшін оқушы затты 3 өлшемде көрнекі елестетіп, фигураның жоғарыдан көрінісін анықтай алуы керек. Есептің шарты мен ұсынылған жауап нұсқаларын салыстыра отырып, оқушы кескіннің достық тұрғын үй кешенінің сұлбасына сәйкес келетінін түсінеді. Дұрыс жауабы 3-ші нұсқа.
Келесі тапсырманы орындағанда оқушы графиктен ақпарат алу дағдысын көрсетеді. 4-ші сынып оқушысы координаталық жазықтықтың осі терминімен таныс емес. Ол көлденең сызық автобустың жүру уақытын, ал тік сызық аялдаманың атауын көрсетеді деп айта алады. График бойынша автобустың әрі аялдамада 10 минут тұрғанын, аялдаманың бәріне тоқтау үшін 40 минут уақыт және барлық жолға 2 сағат 30 минут уақыт жұмсалғанын анықтайды. 3-ші сынып оқушысы аянаттың оқиғасы арқылы практикаға бағытталған тапсырманың тағы бір мысалын қарастырайық. Kızım сәлеметсің бе? Сәлеметсіз. Kızım 95-ші пәтер қай қабатта орналасқанын айтып жібересің бе? Білмеймін. Бірақ оны есептеп алуға болады ғой. Мен 16-ші қабатта 126-ші пәтерде тұрамын. Біздің қабатта 4 пәтер орналасқан. 125-тен 128-ге дейін. Олай болса 95-ші пәтер таптым! 8-ші қабатта орналасқан. Рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Есепті шешіп, аянаттың 95-ші пәтердің 8-ші қабатта орналасқанын дұрыс анықтады ма деген сұрағына жауап берейік. Бізге 126-ші пәтер 16-ші қабатта орналасқаны белгілі. Сондай-ақ әр қабатта 4 пәтерден бар, яғни 125-тен 128-ге дейін. Есептің шарты бойынша 95-ші пәтер қай қабатта орналасқанын анықтауымыз керек. Сонымен есепті шешуге кірісейік. Алдымен 95 пен 126-шы пәтер аралығында қанша пәтер бар екенін анықтап көрейік. Бірінші амалда 126-дан 95-ті азайтамыз. 31 деген сан шығады. Бұл 95 пен 126-шы пәтерлер аралығында 31 пәтер бар дегенді білдіреді. Енді осы 31 пәтердің қанша қабат құрайтынын анықтауымыз керек. Ол үшін екінші амалда 31-ді 4-ке бөлеміз. Себебі әр қабатта 4 пәтерден орналасқан. 31-ді 4-ке бөлгенде 7 шығады. Қалдық қалады. 3 қалдық. Енді осы алынған жауапты түсінуге тырысайық. Біз пәтерлерді жоғардан төмен қарай санаймыз. Яғни 16-шы қабаттан 7 қабат төмен санаған кезде және 3 пәтерді кейін қарай санаймыз. Сонда біз санақты 126-дан бастаймыз. 3 пәтерді кейін санағанда бір пәтерден кейін осы қабат бітеді. Ал бізге әлі 2 пәтер санау керек. Бұл 2 пәтер келесі қабатта орналасады. Сонымен 3-ші амалда 16 қабаттан 7-ні емес 8 қабатта азайтамыз. Сонда 8 болады. Бұл 95-ші пәтер 8-ші қабатта орналасқанын білдіреді. Аянаттың есепті шешу жолына назар аударыңыз. Ол өмірде кездескен жағдайды математикалық есеп ретінде тұжырымдады. Өзінің математикадан алған білімін қолданды, әрі есепті шығарды. Ол 7 және 3 қалдық деген аралық нәтижені есепте сипатталған нақты жағдайға сәйкес талдап түсіндірді, сондай-ақ есептің жауабын анықтады. Есепті шығарудың басқа тәсілдері санақ басталған пәтер номеріне байланысты болады. Бұл есептің шығарылуы математика пәні оқу бағдарламасының оқу мақсаттарына қол жеткізілгенін көрсетеді.
Енді математиканы тиімді оқытуға көмектесетін ұсыныстарға құлақ салыңыз. Оқушының есеп мазмұнын түсінгеніне көз жеткізіңіз. Математикалық формула, теңдеу, қасиеттер, есеп шығару әдістері мұның бәрі математика ғылымының негізгі құралы. Сондықтан математикалық ережелердің меңгерілуіне ерекше көңіл бөліңіз. Оқушыларды сұрақ қоюға және сұраққа жауап беруге үйретіңіз. Себебі сұрақ ойды қозғайды, шешімді табуға бағыттайды. Оқушыларды ынтымақтаса жұмыс істеуге баулыңыз. Оқушыларыңыз шешілген, тексерілген, әсіресе қатесі түзетілген есептерді қайта қарап шығуды әдетке айналдырсын. Үй тапсырмасын саралап беріңіз. Саралау әр баланың жетістікке жетуіне көмектеседі. Оқушының ерекше идеясын немесе қалыптан тыс шешімін мадақтауды ұмытпаңыз. Бұл оның өзіне сенімін нығайтады, ізденуге ынталандырады. Міне, математика пәні осылай, функционалды сауатты тұлғаның қалыптасуына өз үлесін қосады.